бирок сәлем деп жатам. Қалайсыңдар көже бүгінгі видеода? Видео түрінде жатқан жоқпын. Мен просто менде негесінде видео түсірмейсің, неге түсірмейсің деп айтып жатсаңдар. Короче, менде память енді толып қалып, қазір көрсетемін. Қазір файлға кіреміз. Файлға кіремізді қараңдар. Память толып қалып жерге. Міне. Үшін толып жатыр ма? Бірақ енді приложение 18 болып кеткен. Приложениедан еще достар қанша гигабайт алып тұрған қарасаңдар. Көрсетемесің. Жаттым. Достар солай. 91 болып қалды енді. Приложение кірсең. Кесімді көрсетемін дейін. Қалай толып қалғанын. Мені сарсет қалғандар қанша гигабайт алып тұрған. Мені 11.03 гигабайт алып тастаған көрші сарсетіме. Өшірамаймын ол сарсет программасын өйткені. Ол программа өте керек, өйткені мен монтаж жасаймын. Солай достар. Монтаж жасау үшін ол программа маған өте қатты керек. Ал мен оны істесем, видео қызық болмай қалады. Және монтаж жасап қалады. Тек қана сурет қойып жүремін. Ал ол кезде сендегі видео енді ұнамай, қызық болмай кететін шығар дегендей. Сондықтан сарсет программасы маған өте қатты керек достар. Изображение менің өте аз достар. Аудиомда өте аз, документ өте аз, установить файлы өте аз, сожитель, тек приложение өте көп достар. Короче, солай қалайша енді не істеймін енді түсінген шығарсыңдар деген ойдамын. Қалай енді сөйтіп не істеймін айтып кетсеңдер жақсы болар едім. Енді достар, соғандар или қалай тағы да басқа өте мықты, өте күшті монтаждайтын программалар бар ма? Соны жазып кетсеңдер, енді жарайды. Сау болыңдар. Сіздермен бірге болған мен Езілі KZ қазақ нүктешері. Енді сау